Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ана тілінің 7-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырып дауысты және дауыссыз дыбыстар. Алдымен дауысты және дауыссыз дыбыстардан өткенді қайталайық. Дауысты дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамауы арқылы үннен жасалады. Мысалы, а деп дыбыстап көрейік. Аузымыз кеңінен ашылады, солай ма балалар? Және ауа ешқандай кедергіге ұшырамайды. О деген кезде біздің ерніміз дөңгеленеді. Бұл жерде де ауа кедергіге ұшырамайды. Және оны созып айта аламыз. А, о, менімен бірге дыбыстайық. Дауысты дыбыстар екіге бөлінеді. Жуан және жіңішке. Жуан дауыстылар А, О, У. Жіңішке дауыстылар Ә, Е, Ö, И, Ә. Ал енді балалар, және де ескеретін нәрсе, дауысты дыбыстар қазақ тілінде 12 саны. Ал енді дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыс өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында кедергіге ұшырап шығуынан жасалады. Мысалы, К, Қ, П. Және оларды айтқан кезде біздің ерніміз, тісіміз немесе тісіміз бен тіліміз бір-біріне тиеді, немесе тілді кейін қарай шегініп айтылады. Мысалы, М деген кезде біз ерніміз бір-біріне тиеді. М. Н деген кезде тіліміз бен тісіміз тиеді. Түсінікті ме? Ал ыңды айтқан кезде тіліміз кейін қарай шегінеді. Ың, н мен ыңды осылай айыра аламыз. Мысалы, он деген кезде н, яғни тіліміз тісімізге тиеді. Ал оң деген кезде тіліміз кейін қарай шегінеді. Осылай ажыратамыз. Дауыссыз дыбыс түрлері ол 3-ке бөлінеді. Қатаң, ұяң, үнді. Ал оның қалай жіктелетіндігін кейін таныса жатамыз. Балалар, ендеше жұмбақ шешейік. Шанамен зырғып желдетіп, шаңғы, коньки тебетін, аққала жасап ойнайтын қай мезгіл деп ойлайсың? Әрине, бұл қыс мезгілі. Ендеше балалар, оқулықтың 13-ші бетін ашық қойыңыздар. Онда Міржақып Дулатовтың қыс әңгімесі бар. Соны оқимыз. Қол жүгіртіп отырайық. Алдымен өзім мәнерлеп оқып берейін. Өзенді, көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады, түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады, жылы киім киеді дейді. Балалар, енді қарайықшы, Міржақып Дулатов ол қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, әрі ақын, әрі жазушы екен. Осы Міржақып Дулатов осы әңгіме арқылы, мәтін арқылы не айтқысы келді? Мәтін не туралы? Қыс туралы. Және мәтінде қандай қыстың қай көрініс табады? Қысты қалай бейнеледі? Орман ішіндегі құстарды көре алмаймыз екен. Қоянға да, басқа хайуанаттарға да бапсыз дейді. Ал бапсыз деген бұл жайсыз, қолайсыз деген. Балалар, енді сұрақтарға жауап берейік. Қыста орманда, өзен, көлде қандай өзгеріс болады? Мысалы, өзен мен көлді алайық, солай ма? Өзен мен көлдің бетін қар жауып, мұз қатады, солай ма балалар? Яғни мұз қатады. Ал басқа аңдар туралы
Не білесіңдер? Орманда аңдар серуендеп жүрген немесе аң аулап жүрген қыста аңдарды көп кездеспейді. Өйткені олар қыстың ауа райы аңдарға да қолайсыз дейді. Мысалы, тиіндер жаздан қалған, күзден қалған жидектерді, жаңғақтарды теріп жейді. Онда да бұл сағаны. Ал түлкілер болса, олардың құлағы өте қатты еститін болғандықтан, қардың астындағы тышқанның сыбдырын, жүріп бара жатқанын қашып, немесе ін қазып жатқан бірден естіп қояды. Ол тап сол жерді қазып, тышқанды аулап жейді. Жемтігін осылайша табады. Ал қорбаңдаған аю болса, қыста ұзақ ұйқыға кетеді. Балалар, ендеше жазбаша жаттығуға келейік, алдымен талдайық. Екінші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жаз. Балалар, бірінші қандай сөз кездесіп тұр? Өзен. Өзен дегенде қай әріп жетіспейді бізге? Әрпі дұрыс-ақ. Күндіз. Айтқан кезде біз күндіз деп айтамыз, ал ол жазылған кезде күндіз болады. Қысты күні. Қысты күні дегенде айтқан кезде қысты күні болып айтылады, ал жазған кезде қысты күні дыбысы жазылады. Әрпі. Киім. Киім дегенде әрпі жазылады. Ал енді олар сөздердегі дыбыстардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін айтыңдар дейді. Кәнеке бірге талдайық. Өзен сөзінде дауысты жіңішке, дауыссыз ояң, дауысты жіңішке, дауыссыз үнді. Ал енді күндіз сөзіне дыбыстық талдау жасайық. К дауыссыз қатаң, дауысты жіңішке, дауыссыз үнді, дауыссыз ұяң, дауысты жіңішке, және дауыссыз ұяң дыбыс. Балалар, қысты күні және киім сөздеріне өз беттеріңізбен дыбыстық талдау жасай қойыңыздар. Ал енді дәптерге бүгінгі ай күнді жазамыз және тақырыпты жазып қоямыз. Және де д әрпін әдемі көркем етіп толтырып аламыз. Одан соң екінші жаттығу деп жаттығудың нөмірлеп жазамыз. Және бірінші сөзді, өзен сөзін бас әріппен азат жолдан бастап жазамыз. Әрбір сөздің ортасына үтір қоюды ұмытпайық. Сөздің соңына, яғни киім сөзінен соң нүкте қойылады. Түсінікті ме, балалар? Кәнеке жазып алайық ендеше. Ал енді үшінші жаттығуға да назар аударайық. Сурет бойынша сөз жұмбақты шеш дейді. Балалар, бірінші қандай сөз жазылатын мына жерге білу үшін біз бір деген нөмірді тауып аламыз. Бір деген нөмір ол қандай аң? Қоян, солай ма? Ендеше қоян деп жазайық. Ал енді екі нөмірлі бұл не екен? Бұл не, балалар? Шырша. Дұрысақ. Үш нөмірінде не тұр? Қандай құсты көріп тұрсыңдар? Бұл жерде сәл ғана сізге көрінбеуі мүмкін, ал жақындап оқулыққа қараған кезде сауысқанды көруге болады. Сауысқан деген құстың атын естідіңіздер ме? Ендеше бірге жазайық. Сауысқан. Балалар, мінекей сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма
Міржақып Дулатовтың қыз әңгімесін 2-3 қайтара оқисыңдар. Сау болыңыздар.